Егер расымен де өзге ғаламшарлықтар бар болса, онда дәл қазір олар бізді көріп тұрған жоқ. Бірақ бұл біздің жасырынғанымыздан емес. Елестетіп көрші. Жерден 50 миллион жарық жылы алыста орналасқан бір өркениет өте қуатты телескоппен біздің планетаны бақылап отыр делік. Олар биік ғимараттарды көрмейді, адамдарды да көрмейді. Тіпті жануарлардың қазіргі түрлерін де байқамайды. Олардың көретіні динозаврлар. Я, дәл қазір олар үшін жер бетінде динозаврлар әлі де тірі жүргендей көрінеді. Неде? Өйткені ғаламда алыстағы нысанға қарау өткен уақытқа қараумен бірдей. Жарықтың бізге жетуіне уақыт керек. Ал 50 миллион жарық жылы дегеніміз, жарықтың жерден ол жаққа жетуіне 50 миллион жыл қажет деген сөз. Сондықтан олар біздің қазіргі күйімізде емес, жердің 50 миллион жыл бұрынғы бейнесін көріп отыр. Ең қызығы, біз де дәл солай өмір сүріп жатырмыз. Түнде аспанға қарағанда сен жұлдыздарды қазіргі қалпында көрмейсің. Сен олардың бұрынғы жарығын ғана көресің. Кейбір жұлдыздар қазір мүлде жоқ болуы мүмкін. Олар әлде қашан жарылып кеткен. Бірақ олардың жарығы әлі күнге дейін ғарышта ұшып жүр және енді ғана бізге жетіп жатыр. Яғни біз ғаламды емес, оның тарихын көріп жүрміз. Мысалы, күннің жарығы жерге 8 минутта жетеді. Егер күн дәл қазір жоғалып кетсе, біз оны бірден байқамаймыз. Тек 8 минуттан кейін ғана көреміз. Себебі ақпарат бізге жарық арқылы келеді. Ал жарыққа да уақыт қажет. Сондықтан ғарышқа қарау, өткенге қарау деген сөз. Ғалам бізді уақыт арқылы саяхаттататын алып машина сияқты.